Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, нәзік болып шығатын бөлкенің рецептін көрсететін боламын. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге жылы сүт қажет. Оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап қант ерігенше араластырып аламыз. Сосын кішкене ғана тұзымызды салып, қасықтың ұшымен ғана барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді біз оның үстіне аштығымызды саламыз. Біздің аштығымыз өте сапалы және де ашылғаннан кейін тоңазытқышта сақталған аштығы болу қажет. Сосын оның үстіне ерітілген сары майды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне ұнымызды аз-аздан сала отырып, електен өткізіп саламыз. Сосын оны қамыр жасаймыз. Міндетті түрде електен өткізгеніміз жақсы, өйткені біздің қамырымыз арасына ауа кіріп, піскен кезде үлпілдек болып піседі. Біздің қамырымыз дайын, осындай жұмсақ болып, елеуі қанған қамыр болу қажет. Енді оның үстіне кішкене ғана мөлшерде майымызды құйып, барлығын тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мен қамырымды сосын бетін жауып жылы жерге 1,5-1 сағатқа дейін қалдырдым. Енді ол қамырларды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Қамырлардың барлығын дөңгелектеп шығамыз. Енді қамырларды алып, оқтаумен жайып шығамыз. Осын сопақтау етіп жаямыз. Ал енді жайылған қамырдың ішіне салмасын салып, өздеріңіздің қалауыңыз бойынша варенье, вареный сгущенка, соларды салсаңыздар болады. Осылай видеода көрсетілгендей барлығын осылай жайып шығамыз. Ал енді оның барлығын противеньге жайғастырып, бетіне жұмыртқамызды жағып, 180 градуста 20-25 минуттай пісіртіп аламыз. Біздің бөлкелеріміз дайын, өте нәзік, әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.